Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар, видеоға қош келдіңдер. Қазіргі жігіттеріміз осындай видеолардың арқасында міне өкінішке орай өте әлсіз болып кетті. Сен жігітім солардың ортасында жоғалып кетпес үшін және де өзінің сенімділігін, өзінің әрдайымына қалтанда жүру үшін саған бүгінгі видеода 5 кеңесімді ұсынамын. Нөмір бірінші, ол өзіңді өзің тани біл. Бекер айтпайды ғой, өмірдегі ең қиын іс ол өзіңді өзің тани білу. Себебі қазіргі заманауи қоғам бізге айтады, идеалды жігіт болу үшін сенің бойың осыншама болу керек, сенің шашың мынандай болу керек, сенің телефон ұстаған телефон iPhone 14 болу керек, сенің машинаң осындай болу керек деген сияқты өзінің талаптарын қояды. Сен соның кесірінен өзіне жараспайтын прическа жасап, одан қала берсе, ана бір саған керек емес iPhone 14-ті хотя бы кредитқа болса да алып алайын деп тырысасың. Немесе басқа қыздарды таңғалдыру үшін өзіне сай келмейтін ақшаң жетпей тұрса да, жанталасып ана машинаны алуға тырысасың. Ал бірақ егер де сен тек қана сол қоғамның айтқан ісімен ғана жүре беретін болсаң, мен саған айтайын, сен бұл өмірде ешкім болмай шығасың бар ғой, ешкім. Потому что барлық ережелермен жүре беретін адам ең соңында ол ешкім болмай шығады. Сондықтан да біріншіден сенде өзінің армандағы мен деген андай тұлға болу керек. Сен сол тұлға арқылы өзіңді бірінші тани білу керексің. Мен кіммін бұл өмірде деген сияқты өзіңді тани білу керексің. Әзірше сен досым, сен өзіңді білмейсің кім екеніңді. Бірақ қуанышты жағдай, сен бұл дүниеге келген кезде сені уже Алла тағала кім екеніңді білген. Және де соған орай сен ретінде жақсы көретін уже қыз баланы дүниеге алып кеп қойған. Сондықтан да сен ретінде жақсы көретін адам бар бұл өмірде. Сондықтан да өзіңді басқа біреу ретінде көрмей, киношно, как-нибудь крутой көріну үшін ондай нәрселерді доғар. Нөмір екінші, бұл адамдардан дәмеленуді доғарған дұрыс. Адамнан дәмелену дегеніміз, яғни сенің өміріндегі положениянды сол адам ғана өзгерте алады деген сенім. Мысал келтірейін. Сенде ақша өте аз болып жатыр. Сен ақшаны көбейту үшін не істеуің керексің? Дұрыс, сен зарплатаң көбірек болу керек. Ол үшін сен начальниктан повышение сұрауың керексің. Ал начальниктан повышение сұрау үшін сен ол начальникке ұнауың керексің. Оған ұнау үшін сен оған всячески жақынпаздануға тырысасың. Оның көңіліне қарап кішкене өтірік күле бастайсың. Лишь болған ұнау үшін барлық жағдайды жасауға тырысатын боласың. Бұл дегеніміз, яғни сен ол начальниктен дәмеленіп отырсың деген сөз. Что ол начальник міне сенің өмірлік жағдайыңды, сенің ақша жағыңды жасап бере алады деген сенімде отырсың. Тағы бір мысалы сен басқа бір үйден екінші үйге көшкің келіп отыр. Сенде бір досың бар, который грузовой машинасы бар. Сен онымен келісесің, давай келесі воскресеньеда сен маған көмектес, барлық заттарымызды тасып жіберейік деген сияқты. Ол айтады, жарайды, давай. А потом келесі воскресенье күні ол бір жаққа жоқ болып кетеді, себебі ода жұмыстар болады да, сенен кешірім сұрайды, мен келе алмаймын дейді. Сол кезде біріншіден сен досына ашуыздан ұстай бастайды, екіншіден сен айтасың, болды міне бүгін явно бұйырмай тұр, біз көше алмаймыз, себебі менің досым бүгін жоқ деген сияқты. Бұл жағдайда сен опять же ана досыңнан дәмеленіп отырсың. Сен көмекті тек қана сол досыңнан ғана күтіп отырсың деген сөз. Сендерге бір айтарым, көмекті негізі адамдардан күтпеген дұрыс. Адамдардан дәмеленбеген дұрыс. Тек қана өздеріне ғана сендер, өздеріне және бір Аллаға ғана сенген дұрыс. Бастарына қандай да бір қиын жағдай түскен жағдайда мынаны еске түсіріңдер. Сендерге қиын жағдайда біреу өзінің қол көмек ұшын бере алады. Және де ол қол сендердің өздерінің қолдарын. То есть қиын жағдайда сендерге көмектесетін тек қана өздерін және де бір Алла ғана. Соны сендер әрдайым естерінде сақтап жүріңдер. Нөмір үшінші, ол адамдарға жоқ деп айта білу. Адамдарға жоқ деп айта білу ол өте мощный қабілет болып саналады. Адамдарға жоқ деп айта білу ол ешқандай да ұятсыздық емес. Ол ешқандай да дөрекілік те емес. Ол даже оңбағандыққа да жатпайды. Ол, скорее всего,
өз-өзіне кішкене қамқор бола білуді білдіреді. Егер де сен басқа адамдарға жоқ деп айта алмасаң, олар саған әрдайым ананы істеші, мынаны істеші деп әрдайым бүйтіп басынып, әттен басынан шығып алады. Сондықтан да оларға жоқ, мен оны істей алмаймын, кешірші деп айта алсаң, онда сенің самооценкаң ана потолокты көріп түсіндірім, ана потолокты, сол потолокқа шейін самооценка сол жерге шейін ұшып кетеді. Нөмір 4-ші бұл өмірдің құрбаны болу. Біздің қоғам анандай адамдарға толы, который мен бұны ала алмаймын, мен бұндай нәрсені әлі сатып ала алмаймын, менің ақшам жоқ, менің ондай мүмкіндіктерім жоқ, менің миым ондайға жетпейді деген сияқты сөздерді айта береді. Қуанышқа орай, ол тек қана мидағы проблема болып саналады. Өйткені сен өзінің миына құрбандық мышленияны кіргізіп қойдың. Сен ойлайсың, міне, өмір болса менімен әділетсіз жағдайға мені лақтырып кетті. Оның барлығына кінәлі анау адам, анау обстоятельстволар деп айта берсең, сен еш уақытта табысты немесе бір үлкен бір жетістікке жете алмайсың, досым. Себебі успешный адам еш уақытта ол адамдарды кінәламайды. Ол барлық кінәні тек қана өзінен іздейді. Ойлайды, не себепті бұл жүзеге аспай қалды? Мен нені өткізіп алдым? Әлде қандай да бір басқа амалдар бар шығар бұны істеудің деген сияқты әрдайым ойланады сондай жағдайға. Сен ең бастысы, сен өзінің істей алатын істерінің барлығын жаса. Қолынан келгенше, мүмкіндігін келгенше барлығын жаса. Ал сенен тыс жатқан, яғни сенің істей алатын мүмкіндіктерінен тыс жатқан, саған тәуелді емес факторларға басынды қатырмай қойғаның дұрыс. Егер де сен кедей болып туылсаң, ол сенің кінәң емес. Я, мен түсінемін. Ал егер де сен кедей болып өлсең, онда ол точно сенің кінәң болады. Неге? Себебі ол кезде ол уже ешқандай да случайность емес, ол сенің таңдауын. Нөмір 5-ші және дейін соңғы, ол жаман, улы адамдардан құтылу. Білем, бұны айту өте қиын, тіпті маған өзіме де. Бірақ, егер де сенің қоршаған достарың ішінен сенің жетістіктеріне қуанбайтын, сені қолдамайтын, сені жек көретін, саған тиісе беретін, немесе сенен қызғанғандықтан, сен одан асып түспеу үшін сені всячески артқа тартатын, немесе сенің қолынан бұл нәрсе келмейді деп айта беретін достарың бар болса, онда мен саған айтайын, олар сенің достарың емес. Олардан саған құтылған дұрыс. Олар сенің вообще достарың емес, себебі нағыз достар өйтпейді. Сондықтан да саған олардан құтылған дұрыс. Ал олардан құтылудың ең жақсы бір жолы, это просто сені жақсы көретін, сені сүйетін, сені әрдайым қолдап жүретін адамдармен кішкене көбірек уақыт өткізу. Сол кезде сені жек көретін улы адамдарын ақырындап өздері бүйтіп тыс жаққа қарата шығып кетеді.